Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қыстық азық ащы аджика кобра дайындайтын боламыз. Керек ингредиенттердің барлығын описанияда қалдыратын боламын. Барлық көкөністерімізді осылай турап, ет тартқыштан өткізуге лайықтап аламыз. Бізде сәбіз, ащы бұрыш, помидор және болгар бұрышы. Осылай дайындап болған соң, ет тартқыштан өткізіп шығамыз. Барлығын өткізіп, өзіміздің қайнататын үлкен ыдысымызға салып шығамыз. Толық салып біткеннен кейін, тұзын салып, жақсылап араластырып, астын отқа қоямыз. Осылай қайнағаннан кейін 15-20 минут қайнатып, стерилді банкілерімізге құйып жабамыз. Міне осылай әдем болып шығады. Қыстық азығымыз баршамызға ас болсын.